Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен Керек арнасы. Асхат Аймағамбетов жаңа оқу жылына қатысты қуанышты жаңалықпен бөлісті. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов Сенат отырысынан кейін тілшілерге берген сұхбатында жаңа оқу жылында барлық мектептің дәретханасы ғимарат ішінде болатынын хабарлады. Оның мәліметінше, 2 жыл бұрын елдегі 2700 мектептің дәретханасы далада орналасқан. Жалпы мектептеріміздің саны 7500 екенін ескерсек, бұл өте үлкен пайыз. 2 жылда күрделі жұмыстар жүргізілді. Қазіргі уақытта 50-ге жуық көше дәретханалары қалды. Бұл үлкен прогресс. Дегенмен, бұл өте қиын жұмыс. Себебі сол 2700 мектептің көпшілігінде кәріз де, сумен жабдықтау да болған жоқ. Әсіресе бұл орталықтандырылған кәрізі жоқ, суы жоқ ауыл елді мекендер еді деді. Асхат Аймағамбетов келесі оқу жылы басталғанша әкімдіктер 50 мектептегі дәретхана мәселесін толық шешуге бекініп отырғанын жеткізді. Жұмыс істеп тұрған санитарлық топтарда да бұзылушылықтардың 2 түрі кездеседі. Біріншісі, біз жүргізген тексерулер дәретханалар бар уақытта жұмыс істемейтінін көрсетеді. Сондықтан санитарлық қызметтер оларға қатты айыппұл салады. Екінші мәселе, қала мектептеріндегі санитарлық тораптардың жағдайы деді.